Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі пәніміз электротехника. Тақырыбы тұрақты тоқ және оның электр тізбегі. Сабақтың мақсаты: тұрақты тоқ жайлы түсінікті қалыптастыру, тұрақты тоқты сипаттайтын шамаларды білу, тұрақты тоқ көздері негізгі заңдылықтарын түсіндіру, тұрмыста, шаруашылықта электр тоғын үнемдеуді тәрбиелеу. Электр тоғы электр қозғаушы күштің әсерінен зарядтардың бағытталған қозғалысы. Тоқ түсінігін ашып қарау үшін алдымен металл құрылысына тоқталайық. Металдар атом иондарын теріс зарядталған электрондар қоршап тұрады. Яғни атомдар оң зарядталған, ал электрондар теріс зарядталған болып табылады. Электр өрісі туындағанда электрондар бір бағытта қозғала бастайды. Осы сәтте электр тоғы туындайды. Ендігі кезекте электр тізбегі. Электр тізбегі дегеніміз не? Бұл электр тоғы үшін жол жасайтын әртүрлі құрылғылар мен оларды қосатын өткізгіштердің жиынтығы. Электр тізбегіндегі электромагниттік процестерді тоқ, кернеу, электр қозғаушы күші, кедергі, индуктивтік, сыйымдылық түсініктерінің көмегімен сипаттауға болады. Электр тізбегінің шартты белгілері: өткізгіш сымдар, қосылмаған сымдардың түйісуі, қосылған сымдардың түйісуі, гальвани элементі, генератор, қыздыру шамы, кедергі, кілт, қысқыштар, амперметр, вольтметр, гальванометр, аккумулятор, батарея. Электрлік тізбектер жүйесінде элементтерді активтік және пассивтік деп бөледі. Активтік элементтерге жататын электр энергиясының көздері, кернеу көздері және тоқ көздері. Электр тізбегінің пассивтік элементтеріне кедергі, индуктивтік және сыйымдылық жатады. Соған сәйкес активті және пассивті тізбектер болады. Активтік электр тоғын өндіруші индукциялайтын құрылғылар. Олар аккумуляторлар, батарея, қоректендіру блогы. Пассивтік деп кедергі, индуктивтік және сыйымдылық элементтері жатады. Олар электр шамы, резисторлар, конденсатор, катушкалар, жалғағыш аспаптар, ажыратқыштар, кілттер. Сонымен қатар электр тоғы мен кернеуді өлшейтін аспаптар жатады. Мысалы, амперметр деп тоқ күшін өлшейтін аспапты атайды. Вольтметр тоқтың кернеуін өлшейтін аспапты атаймыз. Омметр тоқтың кедергісін өлшейтін аспап. Біріктірілген әмбебап аспаптың түрі мультиметр. Электр тоғы екіге бөлінеді: тұрақты және айнымалы. Тұрақты тоқ уақыт бойынша бағыты мен шамасы өзгермейді. Олар аккумуляторлар, батареялар. Формуласы: I ден Q бөлінген Т. Q дегеніміз заряд, Т дегеніміз уақыт. Яғни өлшем бірліктері: тоқтың өлшем бірлігі айнымалы тоқ. Олар қабылдағыштар, розеткаларда. Тұрақты тоқты ойлап тапқан ғалым Томас Эдисон, ал айнымалы тоқты ойлап тапқан Никола Тесла. Томас Эдисон тұрақты тоқты пайдаланғанда оның тиімсіздігін дәлелдеген, яғни айнымалы тоқты алыс қашықтықта жеткізгенде шығын аз болатынын дәлелдеп шықты. Кейіннен электр өндіру станцияларында тұрақты тоқты айнымалы тоққа түрлендіріп, алыс қашықтықта жеткізе бастады. Біздің үйімізде, тұрмыста қолданып жүрген тоқ түрі айнымалы тоқ. Олар қабылдағыштар, розеткаларда. Ал біздің электронды құрылғыларда, тұрмыстық техникаларда тағы басқа тоқ тұтынатын құрылғылары тұрақты тоқпен жұмыс жасайды. Яғни бұл қалай жұмыс жасайды? Келіп жеткен айнымалы тоқты тұрақты тоққа айналдырып тұрады. Бұлар трансформаторлар, түзгеткіштер көмегімен жүзеге асырылады. Ендігі кезекте тұрақты тоқтың негізгі заңдылықтарына тоқталсақ.
1826 жылы өз заңын тұжырымдаған, еңбегін жарыққа шығарған неміс физигі Георг Симон Ом электр қозғаушы күші, кернеудің азаюы, өткізгіштік деген ұғымдарды енгізген болатын. Ом заңына тоқталсақ, тізбек бөлігі үшін Ом заңы I тең U бөлінген R. Осыдан U тең I көбейтілген R шығарамыз. R тең U бөлінген I. Тұйық тізбек үшін Ом заңы I тең E бөлінген R қосылған кіші R. Бұл жерде кіші R ішкі кедергі, үлкен R сыртқы тізбектің кедергісі. Электр қозғаушы күшінің формуласы I көбейтілген R қосылған I көбейтілген R. Кирхофтың бірінші ережесі түйінге арналған. Түйін деп ең аз дегенде 3 өткізгіш кездесетін нүктені айтады. Түйінге келгенде тоқ 10 тамбамен, ал түйіннен аққан тоқ теріс тамбамен алынады. Бірінші ереже былай оқылады. Түйінде тоғысатын тоқтардың алгебралық қосындысы 0-ге тең болады. Кирхофтың екінші ережесі күрделі тізбектен бөліп алған кез келген тұйықталған контурға арналған. Омның жалпыланған заңынан жатады. Бұл ереже былай оқылады. Кез келген тұйықталған контурдағы кернеу түсуінің алгебралық қосындысы осы контурға қосылған электр қозғаушы күштің алгебралық қосындысына тең. Үй тапсырмасы, бақылау сұрақтарына жауап беру. Бірінші сұрақ, электр тізбегі дегеніміз не? Екінші сұрақ, электр тізбегі қандай элементтерден тұрады? Үшінші сұрақ, электр тізбегі нешеге бөлінеді және оларға не жатады? Төртінші сұрақ, тұрақты тоқ дегеніміз не? Ал екінші тапсырма, электр тізбегінің шартты белгілері көрсетіліп тұр. Осы шартты белгілердің қасына атауларын жазу керекпіз. Мысалы, аккумулятор мен батареяны мен біреуін жазып сіздерге көрсеттім. Осы сияқты қалғанын толтырып эдупечке жібереміз.